Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Және де бүгін біз сіздермен өте жұқа әрі дәмді әрі тез дайын болатын 3 бокал атты құймақ пісіретін боламыз. Атауының өзі айтып тұрғандай, 3 қана бокалдың көмегімен ешқандай таразысыз осындай әдемі әрі жұқа құймақ дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийге кез келген сұрағыңызды не болмаса келесіде қандай рецепт түсіргенімді қалайсыз жаза кетіңіз. Олай болса кеттік. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, оның үстінен шым-шым тұз қосып, миксердің көмегімен жақсылап көпіртіп аламыз. Бұл, яғни біздің құймағымыз өте жұмсақ болу үшін өте жақсы септігін тигізеді. Оның үстінен жаңағы айтқанымдай 1 бокал ыстық қайнап тұрған суды миксерді тоқтатпай құямыз. Және ары қарай да миксерімізді айналдыра береміз. Оның үстінен тура су құйған бокалмен 1 бокал сүт құямыз. Дәміне қарай ванилин қоссаңыздар болады. Ол өте хош иіс беріп тұрады. Шекер татымына қарай, тәтті болғанын қаласаңыз көбірек қоссаңыз болады. Сұйық май және ең маңызды сәт бұл жерде ұн, яғни жаңағы сүт, су құйған бокалмен 1 бокал ұн қосамыз. Оның үстінен 1 шай қасық толтырмай сода қосып, жақсылап миксердің көмегімен 1 келкі масса болғанша айналдырып аламыз. Яғни құймақтың атауының өзі айтып тұрғандай 3 бокал дедік. 1 бокал су, 1 бокал сүт және дәл сол бокалмен 1 бокал ұн. Массаңызға ешқандай ұнды өлшеп отырып, көзбен өлшеп отырудың керегі жоқ. Дәл мен айтқан ингредиентпен жасасаңыз, сізде мінсіз құймақтар шығатын болады. Мінекей біздің массамыз дайын, енді пісіруге кірісеміз. Табамызды қыздырып, кішкене ғана сұйық майдың көмегімен майлап отырып, осылай құймақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Құймақ пісірердегі кішігірім лайфхактармен бөлісе отырайын, яғни құймақ пісіретін табаңызды қазан қырғыштың көмегімен қырып жумаңыз. Тек қана ыдыс жуатын сұйықтықпен, губканың көмегімен жақсылап жуып алсаңыз болғаны. Өйткені 1 рет қырылып жуылған табаға 2-ші рет құймақ пісірген кезде сізді біраз әуреге салады. Өз басымнан өткен жағдай, сол себепті естеріңізде сақтаңыздар. Менің каналым универсал канал, сол себепті өзіңізге қажетті қандай да бір қолөнер бұйымы, не болмаса рецепт, не болмаса лайфхак көргіңіз келсе, комментарий астына міндетті түрде жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде сіздің жазған комментарийіңізді оқып, жауап жазып, келесіде сіз сұраған видеоны каналыма жүктеуге тырысамын. Менің каналымнан алыстамаңыздар, әлі талай қызық видеоларды тамашалайтын боласыздар. Және де менің инстаграм парақшама да жазыла отырыңыз. Осымен біздің құймақтарымыз дайын, салмасына кез келген тәттіні салып, дастарханыңызға ұсына аласыз. Жасап көріңіздер, ас болсын, сіздермен болған Айгерім.